Саламатсыздар ма? Координаталы жазықтық тікбұрышты координаталар жүйесі деген тақырыпты қарастырайық. 116-шы суреттегідей екі координаталық түзу жүргізейік. Көлденең сызылған мынау түзуіміз абсцисса осі деп аталады. Ал тігінен салынған мынау координаталық түзуіміз ордината осі деп аталады. Ал енді ол екеуінің қиылысатын нүктесі мына жеріміз, ол координаталар басы деп аталады. Абсцисса және ордината осьтері бізде тік бұрышты координаталар жүйесін құрайды. Ал енді осы координаталар жүйесі бар жазықтықты біз координаталы жазықтық деп атаймыз. Координаталы жазықтыққа мына 118-ші суретті мысалға келтіруге болады. Енді осы координаталы жазықтағы нүктенің координатасын қалай анықтауды көрсетейік. Ол үшін 119-ші суретке қарасақ, мысалы, М деген мына нүктесі берілген. Осы нүктенің координатасын қалай жазамыз? Ол үшін осы нүктеден, М деген нүктеден абсцисса осіне перпендикуляр түсіретін боламыз, мынандай. Енді ордината осіне түсіреміз. Сонда бізде, мысалы, абсцисса осіне ол -2 деген нүктесіне түсті. Ал ордината осіне 3 деген нүктеге түсті. Ал енді оның координатасын жазылуы былай болады. М деген нүкте координатасы бірінші абсцисса осін жазуымыз керек. Ол -2. -2. Ал ордината осіміз ол 3-ке тең. Осылай жазылатын болады. Ал енді берілген нүктелердің барлығының біз координатасын жазатын болсақ, А деген нүктенің координатасы ол жерде ол абсцисса осінің бойында жатқандықтан оның ординатасы 0-ге тең болады. Сонда А деген нүктенің координатасы -2, 0 болады екен. Ал енді Б деген нүктемізде ол керісінше. Абсцисса осі ол жерден 0-ге тең болады мына нүктемізде. Ординатасы 3-ке тең. Демек, абсциссасы 0-ге тең болады, ординатасы 3-ге тең болады. Ал С деген нүктенің координатасын табу үшін тура бағанандай перпендикуляр түсіруіміз керек. Абсциссасы 3-ке түсті, енді ординатасы 4-ке түсті. Енді С деген нүктенің координатасы, сонда абсциссасын бірінші жазамыз дедік, ол 3-ке тең, ординатасы 4-ке тең. Енді Е деген нүктенің координатасын жазайық. Ол үшін Е деген нүктеден абсцисса осіне түсіретін болсақ, ол -3. Ордината осіне түсіретін болсақ, -1. Абсцисса осін бірінші жазуымыз керек, ол -1. Келесі Д деген нүктенің координатасын жазатын болсақ, абсцисса осіне түсірейік, -2. Ордината осіне түсірсек, ол да -2 екен. Демек, -2, -2 деп жазылады. Енді О деген нүктені жазып жіберсек, ол координаталар басы болғандықтан ол 0-де 0 болады екен. Координаталы осьтер, демек абсцисса және ординаталы осьтері жазықтықты координаталық ширектерге бөледі дейді. Демек 4-ке бөледі. Оның жазылуы біз абсцисса осі де, ордината осі де плюс болатын аралықты біз бірінші ширек деп белгілейміз. Келесі сағат тіліне қарсы жүріп, екінші, үшінші, төртінші деп біз белгілеп шығады екенбіз. Енді таңбасына қарайтын болсақ, бірінші ширекте екеуі де оң мәндер қабылдайды. Ал екінші ширекте абсциссамыз теріс, ординатамыз оң. Үшінші ширекте екеуі де теріс мән. Төртінші ширекте абсциссамыз оң мәнді, ординатамыз теріс мәнді қабылдайды екен. Номер 1108 деген есепке қарайық. АВС-ды төрт бұрышы төбелерінің координаталарын табыңдар дейді. 122 деген суретке қарайды екенбіз. Координатасын табу үшін ең бірінші бірлік кесіндіні қарайық. Ол бізде 2 яшықтың өлшеміне тең екен. Ал енді мына жерде айтатын болса, ол 1,5. Ал енді А деген нүктенің координатасын табу үшін біз абсцисса осіне перпендикуляр түсіретін болсақ, мына нүктеміз -1 болса координатасы, онда А деген нүктеміздің перпендикулярын түсетін координатасы А-ның координатасы -1,5 болады. Ал енді ордината осіне түсетін нүктеміз ол 1-ге тең болады.
Демек, минус 1,5 де 1 болады екен. Б деген нүктенің координатасын табайық. Б-дан түсіретін болсақ, ол 1,5-ға келеді екен. Абсциссасын бірінші жазамыз әрқашанда. 1,5 де, егер Б-дан ординатаға түсіретін болсақ, ол тағы да 1-ге келеді. Енді С деген нүктенің координатасын табайық. Абсцисса осі 1,5, ордината осі бұл минус 1. Демек, минус 1-ге келеді екен. Д деген нүктенің координатасын табатын болсақ, абсцисса осі минус 1,5, ал ордината осі минус 1-ге тең. Номері 1119 деген есепке қарай, координаталық жазықтықта К-2 және -1, Л-2 және 4 нүктелері және А0 және 0, Б1 және -1 нүктелері арқылы өтетін түзуді жүргізіңдер. Түзулердің қиылысу нүктесінің координаталарын жазыңдар дейді. Ол үшін ең алдымен біз К-2 және -1 болатын нүктені тауып алайық. Демек, ол екеуі де минус болса, ол төртінші ширектегі нүкте болады екен. Мынау -1 болса, -2 дегеніміз мына нүкте. Ал енді ордината осіміз, ол -1 екен. Осы екі нүктенің қиылысатын жерін табамыз, ол мына жер болады. К деген нүктеміздің координатасы осы екен. Ал енді L деген нүктенің координатасы -2 және 4 дейді. -2 дегеніміз абсциссамыз осы нүкте және ординатамыз ол 4. Мына жерден екеуі мына нүктеде қиылысады. Демек, L деген нүктенің координатасы осы жер болады екен. А деген нүктенің координатасы 0-де 0, ол демек координаталар басы деген сөз. Ал Б деген нүктенің координатасы 1-де -1 дейді. Демек, абсциссасы 1-ге тең, ординатасы -1-ге тең. Қиылысатын жері мына жер екен. Б деген нүктеміз бұл. Енді біз К және Л нүктелерін түзумен қосатын болсақ, қосайық. Енді осы екі түзудің қиылысқан нүктесінің координатасын жазуымыз керек екен. Мына жерде қиылысты. Енді бұл нүктенің аты М нүктесі болсын. М деген нүктенің координатасы неге тең болатын? Оны былай табамыз. -2. Демек, абсциссасы -2-ге тең. Ординатасы бұл жер 2-ге тең. Жауабы осындай болады екен. Номері 1126 деген есепке қарайық. Біріншісінде абсциссасы 3 болатын нүктелер координаталық жазықта қалай орналасқан дейді. Абсциссасы 3-ке тең болатын, мысалы 3-те 0 деген мынандай нүкте болуы мүмкін. Ал енді 3-те 3 деген мысалы нүктені тауып қойсақ болады. 3-те 1 деген нүкте, 3-те 2, 3-те 4, 3-те -1, 3-те -2, 3-те -3, 3-те -4 деген сияқты нүктелерді біз көп таба беруімізге болады екен. Енді айтқан жазатын болсақ, абсциссасы 3-ке тең болды және ординатасы 0 болуы мүмкін. 3-те 1 болуы мүмкін. 3-те -2 болуы мүмкін. Деген сияқты біз көптеген мысалдар келтіре аламыз. Енді осы нүктелер бізде қалай орналасқан дейді. Демек, олар қарайтын болсақ, бір түзудің бойында орналасқан екен. Демек, олар барлығы бір түзудің бойында жатады екен. Енді екіншісіне қарайық. Ординатасы -2. Ординатасы -2 болатын нүктелерді салып көрейік. Мысалы 0-де -2. 0-де -2 деген нүктені салатын болсақ, ол мына нүкте болады. Келесі 1-де -2 болсын. -3-те -2 болсын. Осы нүктелерді салып көрейік. 1-де -2 дегеніміз мына нүкте. -3-те -2 дегеніміз мына нүкте. Енді осыларды бір түзумен қосатын болсақ.
Демек бұларда барлығы да бір түзудің бойында жатады екен. Номері 1130 деген есепке қарайық. Координаталары x тең 0, модуль y 10-нан үлкен. Шартын қанағаттандыратын нүктелер координаталы жазықтықта қалай орналасқан дейді. x тең 0 дегеніміз ол ординаталар өсі. Міне жасылмен көрсеткен аралық ол x тең 0 дегенді қанағаттандыратын аралық. Ал енді модуль y 10-нан үлкен дегенді көрсететін болсақ, 10 дегеніміз мына жер 10-нан үлкен болғандықтан біз жазықтықтың мынандай бөлігін бояп қойсақ болады екен. Осы бөлікті айтуға болады. Ал енді модуль тұрғандықтан минус 10-нан кіші сан, мысалы минус 11-дің модулі де ол 10-нан үлкен болады демек. Ол да қанағаттандырады екен. Минус 10 дегеніміз осы нүкте болатын болса, демек оның астыңғы бөлігін біз бояймыз. Ескеретін жағдай, егер біз бұл жерде түзуді біз үзікпен сызуымыз керек болады. Егер тиісті емес болса, ал егерде үлкен немесе тең деген белгі тұратын болса мына жерде, онда біз бояп сызатын едік. Енді екеуіне де ортақ шешімді басқа түспен көрсетейік. Ашық жасылмен сызған аралық берілген біріншісінің жауабы болады. Келесі екіншісін қарайық. Y кіші немесе тең 0-ден және модуль ішінде x-іміз үлкен 10-нан дейді. Алдымен y кіші немесе тең 0-ден дегенді белгілеп көрсетейік. Енді y 0-ге тең болған жағдайда ол абсцисса өсін берер еді бізге. Абсцисса өсі дегеніміз міне мынау абсцисса өсі. Ал енді одан кіші болып тұрса y-іміз, демек ол астыңғы жағын біз бояуымыз керек. Ал енді екінші шарты модуль x-іміз 10-нан үлкен дейді. Бұл жерде қатаң теңіздік тұр. 10 дегеніміз мына жер. Минус 10-ды да белгілеп қойып. Алдыңғы тақырыптан біз білеміз, егер 10-нан үлкен болса, онда біз 10-ның екі жағын бояймыз. 10-ның оң жағын және минус 10-ның сол жағын бояймыз. Бұл координаталы жазықтық болғандықтан жазықтықтың бөлігін белгілеуіміз керек. 10-нан үлкен деп тұрса, демек қатаң болғандықтан біз үзік сызықпен аламыз. Енді үлкен десе біз оң жағын бояуымыз керек. Ал енді минус 10-ның біз сол жағын бояймыз. Жауабы сонда басқа түспен белгілейтін болсақ, бізде жауабымыз мынандай аралық болады екен. Және мына аралық болады. Екі рет боялған аралықты алуымыз керек болғандықтан осылай болады. Ашық жасылмен боялған аралық. Енді үшіншісін қарайық. Модуль x 1-ден кіші және y үлкен 0-ден дейді. Модуль x 1-ден кіші болса, демек біз боямаймыз. Бұл координаталық жазықтық болғандықтан жазықтың бөлігін алады. Демек осылай сызып қойсақ. Берілген теңіздікті қанағаттандыратын жазықтықтың бөлігі мына бөлік болады. Енді y 0-ден үлкен деп тұрса, онда біз абсцисса өсінің жоғары бөлігін аламыз. Осының енді жоғары жағын аламыз. Екі түспен боялған аралық бізде шешімі болады.
Демек мына бөлік шешімі болады екен. Сау болыңыздар.